Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Біз екінші бөлімнің соңғы тақырыбына келіп тұрмыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 3D модельдерді практикалық тұрғыдан құрастыру. Бүгінгі сабақ практикалық тұрғыда болады, яғни 68-ші беттегі берілген модельдерді құрастырып шығамыз. Оқу мақсаттары басып шығару үшін 3D үлгіні экспорттау және 3D баспасын баптау. Балалар, олай болса, 68-ші беттегі бірінші және екінші модельді қарастырып көреміз. Ең әуелі SketchUp бағдарламасын ашып аламыз. Бірінші модельден бастап көрейік. Төртбұрыш батырмасын аламыз. Белгіленген көлемді сызамыз және одан кейін итеру батырмасын басып, яғни таңдап, өзімізге белгілі жерге дейін көтереміз. Бізге мынада объекті пайда болды. Одан кейін қайта төртбұрыш батырмасын таңдап, есікке ұқсас көлемді сызып аламыз. Және итеру батырмасын басамыз. Енді біз ішке қарай итереміз. Мінекей. Тағы да осыны қайталап көрейік. Одан кейін жоғарғы жағын шығарамыз. Яғни смещение батырмасын басып, керек жерге дейін белгілеп аламыз және көтеру батырмасын басайық. Мінекей. Бұл жерде енді дөңгелекшені пайдаланамыз. Және үстіңгі жағына цилиндрге ұқсас пішінді шығарамыз. Одан кейін арғы жағына ойықша жасаймыз. Мінекей біздің объектіміз, яғни кітаптағы бірінші модельге ұқсас объекті пайда болды. Одан кейін жасалып болған объектімізді түрлі түске бояймыз. Ол үшін окно батырмасына басамыз, материалдар бөлімін таңдаймыз. Осының ішінен өзімізге ұнаған түсті таңдаймыз. Және құйып шығамыз. Мінекей орбита батырмасын басу арқылы алдыңғы жағын және артқы жағын барлығын айналдырып көре алады екенбіз. Мінекей біздің бірінші моделіміз құрастырылып шықты. Енді жасалған модельді сақтауымыз керек. Ол үшін файлға барамыз. Одан кейін сақтау батырмасын басамыз.
және атау беріп сақтап қоямыз. Одан кейін жасаған жұмысымызды баспаға жіберуімізге болады. Ол үшін файл, печать батырмасын басып, осы жерден принтерді таңдап, ОК батырмасын басу арқылы баспаға жібере алады екенбіз. Яғни қағаз нұсқасын принтерден шығарып алады екенбіз. Балалар, келесі екінші модельді қарастырып өтейік. Міне балалар, біздің екінші моделімізде дайын болды. Дәл осылай SketchUp бағдарламасында бірнеше модельдерді жасап көріңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.